Бисмиллахиррахманиррахим. Міне биылғы жылға соғымы келді. Қазір сол кеше тұздап қойған тай қазір ішекке саламын. Қазақтың ұлттық дәстүрі соғым сою. Таза, табиғи шөппен көріктенген жылқының еті өзімізге шүйгін болсын, балалар сүйсініп жесін деп. Бұл да бір қазақтың ұлттық құндылығы. Әрбір шаңырақ таза өзіміздің жылқының етін жеу. Бір жағынан бұл сол соғым сойғанда туысқандар, жақын адамдар мен бірігіп соғым басы, көршілер бас қосу. Осы соғымыз сарыұзын жетсін дейміз. Берекелі де, дәмді болсын. Қарағанды жақтан алынды. Міне қазы бармақ дейді. Тай жақсы. Міне шекке қазір салып. Сол бас қосқан кезде туысқандар бәрімен ынтымақ бірлікке шақыру, бас қосып әңгімелесу, тату-тәтті туысқандар арасы жақындасу. Сол соғымның етінен дәм татыңыздар, соғым басына келіңіздер. Сонан кейін шекеге шақырады. Наурыз айы кезінде шекенің сорпасына қазы салып қалған наурыз көжес дейді. Бұл да қазақтың ұлттық құндылығы. Қазір ет асайын, тамақ асайын деп сөйтеміз ғой. Қазір жастар беш деп атап кетті. Беш бармақ дейді. Ондай қазақта сөз жоқ қой. Сондықтан тәрбие тәлбесіктен дейді. Білмеймін, қазір жастар ресторан, кафелерде тамақ ішеді. Сондықтан біздің жастарымыз 40, 50, 30 жастағыларда соғым сойып, сыбаға деп біздер секілді адамдарға, келе алмай жатқан кісілерге сыбалғаларын беріп жіберіп, бұл қазақтың бір дәстүрі.